Қайырлы күн достар, сіздерге қазір Redmi Note 9 телефонын hard reset, яғни полный 3 точка деп те айтады бізде. Полный сброс қалай жасаймыз? Яғни телефонның паролін білмейміз, Google аккаунт білмейміз. Бұл енді Google аккаунтты ашпайды, бірақ телефонның паролін сондайларды ашады, полный данныйды кетіреді. Бір ескертіп кететін жайт, сіздің телефоныңызда ешқандай данный қалмайды. Яғни бәрі удалить етілетін болды. Қараңыздар, телефонды бірінші өшіріп тастаймыз. Одан кейін дауысын шығаратынмен өшіріп қосатын кнопканы екеуін басып тұрамыз. Мына қараңыздар. Басып тұрамыз. Осылай, міне жанды дауысын телефонды өшіріп қосатын кнопканы жіберіп қоямыз да, дауысын шығаратын кнопканы басып тұра береміз. Міне осылай шығады. Қараңыздар. Reboot. Мына wipe data дейтін төменге түсіреміз. Міне дауысын азайтатын кнопкамен. Сосын өшіріп қосатын кнопкамен басамыз, ішіне кіреміз. Одан кейін осыған кіреміз, тағы да wipe all data кіреміз. Мына жерде confirm бөлігін басамыз. Полный осылай жүреді. Дат полный не болады, жаңағыдай. Полный данный кетіп жатыр сізде қазір ішінде. Осылай полный данный кететін болады. Күтіп тұрасыздар. Мына полный процесс болғанша. Так, достар, тағы да ескертіп кеттім, ішінде ешқандай данный қалмайды, бәрі кетіп қалатын болады, иә. Міне полный данный кетті. Енді back to my menu деп басасыздар. Мынан или мына жанында кнопкамен басасыздар. Осы жерде reboot деген бірінші пунктті таңдайсыздар. Reboot үстінен бассаңыздар болады, немесе жанында кнопкамен өшіріп қосатын. Уже reboot to system дейтін кнопканы басасыздар, болды. Телефон қазір полный қосылады. Ішінде ешқандай данный қалмайды. Барлық данный кетіп қалған болады. Көресіздер. Телефонның осылай толықтай қосылғанын күтесіздер. Достар, телефонымыз қосылды. Осылай полный сброс жасап, телефоныңыз данныйды кетіре аласыздар.